Бізде мынау Аллахтың беріп отырған ең бірінші негізгі байлығы осы бір ауа дер едім мен. Ауаны мен мысалы таңертең 4-те тұрамын, есік алдына шыққан кезде, ауа есікті ашқан кезде бірден ауа жұтасы кең ауаға өтесіз ғой. Міне сол кезде Аллах мені сүйеді деп бастаймын. Бірінші менің алдына шығатын күнделікті сөз Аллах мені сүйеді, менің жолым болғыш деген сияқты өзіңізге өзіңіз аффирмациялар дайындап алып айтып жүретін болсаңыздар, керемет. Сол ауаны кішкене бағалай білуіміз керек. Аллахтың беріп тұрған байлығын бағаламайды адамдар қазір. Қаншалықты керемет кез келген адам бай. Ол болмайтын өзінің мынау күнделікті күйбең тіршілікпен, қарыз кредитқа батып жатқанын, материалдық дүниемен, материалдық дүниемен, болмайтын нәрсемен жаңағы өзіне толтырмаған махаббатын толтырғысы келеді. Біреу көлік алу арқылы, біреу үй алу арқылы. Шын мәнінде ең үлкен махаббат Аллахтың махаббаты бұл жерде. Адамның бәріне ол нәрсе күннің сәулесі сияқты бірдей беріліп тұр. Міне осы орайда айтқым келетін дүние, осы нәрсені кез келген адам ұмытпаса екен. Баршаңыздан менің сұрайтыным, сізді шексіз Аллах бәрімізді бірдей сүйетіндігін, және сонымен бірге сізге де, басқа миллионерге де, барлық адамға бірдей молшылықтың сәулесін күнделікті тоқтаусыз секунд сайын беріп тұрғанын ойласаңыздар екен. Себебі Аллахтан беріліп тұрған нәрсені біз өзіміз ішімізде дұрыс емес айналдырып жатырмыз. Болмайтын нәрсені уайымдаймыз, болмайтын нәрсені қызғанамыз, өсектейміз. Адам қарапайым ғана магнит екенін ойлау керекпіз. Магнит, то есть сіз не ойлайсыз, соны тартасыз. Жаман нәрсені ойлайды, уайымдайды, ауруын ойлап кетеді, немесе жаңағыдай кредитін ойлап кетеді, баласын ойлап кетеді уайымдап. Ол уайымнан ештеңе шықпайды. Ешкім ештеме ұтпайды. Былай айтқанда сіз